Осы Егов Mobile дегенді көшіріп аласыздар Play Market'тен. Ашамыз. Мына жерде профиль деген тұрады. Профильді басамыз. Иін жазасыздар. Телефон номер жазасыздар. Егер телефон номерлеріңіз тіркелмеген болса, қалай тіркелу керек жөнінде осы каналда видео бар. Сол арқылы тіркетіп алсаңыз болады, егер номеріңіз тіркелмеген болса. Войти деп басып кіреміз. Сіздерге одноразовый пароль береді. Одноразовый парольмен кіреміз. Услуги деген батырманы басамыз. Жоғары жылжып специальные услуги. Төменге қарай түскенде выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя деп тұр. К получателям АСП дейді. Соны басамыз. С историей назначения дегенді басамыз. Заказать услугу. Бұғанда код сұрайды. Подтверждать етеміз. Что-то ұзақ қабылдап жатыр. Мінекей обновить еттік. Енді міне русский вариантын ашып көреміз. Или қазақша вариантын ашып көрсеңіздер болады. Міне жоғарысында справка, подтверждающая принадлежность заявителя семей социальной помощьті алатыны жөнінде жазылған. Жоғарысында числосы барлығы тұр. Семьяның қанша адам семьяда бар аты жөндерімен және де қаншадан шығатыны туралы жазылған. Егер сіздерге тағайындалмаған болса, сіздерге тағайындалмаған деп шығады. Егер тағайындалған болса, осындай вариант болып шығады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлық танитын таныстарыңызға видеоны жіберіңіздер. Олар да қалай қарау керек екенін білсін. Сау болыңыздар.